Сәлем достар, мен математика пәнінің мұғалімі Татиева Лаура Батырқызымын. Біз сіздермен алдыңғы сабақта арифметикалық амалдардың қасиетін қарастырғанбыз. Енді сол тақырыпқа есептер шығаруды қарастырайық. Бізге математикада көбінесе бір қасиетті жеке-жеке қарастырмаймыз. Мына тапсырмада қосындының ауыстырымдылық қасиеті және қосындының терімділік қасиетін қолдану қажет. Бірінші мысал. 32 санына қосамыз 17-ні, қосамыз 38-ді, қосамыз 23-ді. Бұл жерде біз екі қасиетті қолданамыз. Қосылғыштардың орнына ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Және терімділік қасиеті. Бізге есепке мұқият болайық. Қай сандарды қосқан тиімдірек? Ол үшін соңғы тұрған бірліктегі сандар салыстырайық. 2, 7, 8, 3. Яғни 2 мен 8-ді қоссақ 10, 7 мен 3-ті қоссақ 10. Сондықтан біз бірінші жақшаға 32-ге қосайық 38-ді. Терімділік қасиетін қолданып жатырмыз және 17-ге қосамыз 23-ті. Ол есептің тиімді шығаруға тиімдірек. Енді 32-ні 38-ге қосу үшін баған түрінде 32-ге қосамыз 38-ді. Бірліктерін қосамыз. 2 8-ім 10, 0 түсіп 1 ойда. 3-ке 3-ті қоссақ 6, ойдағы 1 мен 7. Яғни 38-ге 32-ні қоссақ 70-ке тең. 70-ке қосамыз келесі 17-ге қосамыз 23-ті. 17-ге қосамыз 23-ті. 7-ге 3-ті қоссақ 10, 1 ойда. 1-ге 2-ні қоссақ 3, ойдағы мен 4. 40. Яғни 70-ке 40-ті қоссақ нәтижесі 110-ға тең. Яғни қосылғыштың қосындының орнына ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Және біз жерде қосындының терімділік қасиетін қолдандық. Яғни 32-ге 38-ді қостық. Өйткені олардың соңындағы бірліктер санын қоссақ, нәтижесі 0-ге тең болатын сан шығады. Бұл бізде қосудың терімділік қасиеті. Келесі тапсырма енді көбейтудің орын ауыстырылу қасиеті мен терімділік қасиетіне қарастырайық. Екінші мысал. Мысалы, 4-ке көбейтейік 25-ті, көбейтейік 3-ті, көбейтейік 10-ді. Бұл жерде 4 пен 25-ті көбейтейік 3 пен 10. Бізде 4 сан берілген. Қай сан мен қай санды көбейткен тиімдірек? Біз бұл жерде бірнеше амал орындай аламыз. Бірақ тиімдісі 4-ке 25-ті көбейткен тиімдірек. Өйткені 4 жердегі 25-ім біз есептей аламыз. Өйткені 4 жердегі 5-ім 20, 0 түседі 2 ойда, 4 2 8, ойдағы мен 10. Сонда нәтижесі 100-ге тең. Келесі 3 пен 10-ды көбейте аламыз 30. Ал баған түрінде тексерейік. Көбейтіндінің орнына ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 25-ті көбейтеміз 4-ке. 4 5-ім 20, 0 түседі 2 ойда, 4 2 8, ойдағы мен 10. 25 4-ке көбейтсек, нәтижесі 100-ге тең. Көбейтеміз. 3 жердегі 10-ымыз 30-ға тең. Оны баған түрінде көбейтсек те болады. 10-ды 3-ке көбейтсек, 0 жердегі 3-ім 0, 3 жердегі 1-ім 3. Ал 100-ді 30-ға көбейтекші. Ол үшін 100-ді көбейтеміз 30-ға. Баған түрінде көбейтеміз. Бірліктерінде 0 тұр. 0-ді кезілген санға көбейтсек 0. Келесі екінші орында тұрған 3. 3 жердегі 0-ім 0, 3 жердегі 1-ім 3. Қоссақ нәтижесі бізде 0, 0, 0, 3. 100-ді 30-ға көбейтсек, нәтижесі 3000-ға тең. Біз сіздермен қарастырдық қосудың және көбейту амалдарының орын ауыстырымдылық қасиетін және терімділік қасиетін қарастырдық. Енді біз қосудың көбейтуге қатысты үлестірімділік қасиетін қарастырайықшы. Ол үшін бізге 2 қосылған x көбейту 10 болсын. Осы өрнекте бізге көбейтіндінің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті. Еске түсірсек, 2 мен 10-ды көбейтеміз. Қосылған x-ке көбейтеміз 10-ды. Ал бұл жерде 2 жердегі 10-ымды білеміз. Нәтижесі 20-ға тең. Қосылған x көбейту 10-ның орнына 10-ды коэффициент ретінде x-тің алдына жазамыз. 10x. Көбінесе 10 мен айнымалылардың арасында көбейту таңбасы қойылмайды. Бірақ ол жерде біз көбейту амалы бар деп есептейміз. Сонда 2 қосылған x көбейту 10
қосудың көбейтуге қатысты үлестірімділік қасиетінің нәтижесі 20 қосылған 10х тең. Дәл осыған ұқсас бір кері есепті қарастырайық. Мысалы 15х қосылған 5. Енді біз осыдан керісінше мына түрде, яғни қосындының көбейтіндіге қатысты үлестірімділік қасиетін керісінше қолданып көрейікші. Оны біз қалай жазамыз? 15-ті біз қандай сандардың көбейтіндісі түрінде жаза аламыз? 15 бізде 5 көбейту 3х тең деп алуға болады. Қосылған 5-ті 5 көбейту 1 деп алуға болады. Екеуінде ортақ 5 деген сан бар. 5-ті жақсан сыртына жазып, көбейту 3х қосылған 1 деп жазсақ та, нәтижеміз өзгермейді. Яғни бұл жерде есте сақтайтын қасиеттерді қалай орындасақ та, берілгенін, яғни қосындыны көбейтуге қатысты үлестірімділік қасиетіні керісінше, ашылған жақшаны керісінше жинақтап көбейтіндіні, ортақ көбейтіндіні жақшаның сыртына шығаруға болады. Тағы да осындай практикалық есептерді шығару жолын қарастырайық. Тағы да 4-ші есепті қарастыралық. Бұл бізде практикалық есеп. Есептің шартында осы берілген есепті екі тәсілмен шығару керек. Алдымен біз координаталық сәулені салып алайық. Координаталық сәуленің ортасында біз А пунктінде тұрған солға қарай мотоциклшы жылдамдығы 40 км сағат жылдамдықпен қозғалады, яғни бағыты қарама-қарсы. Ал А пунктінен оңға қарай велосипедші бағытталған. Оның жылдамдығы 14 км сағат. 14 км сағат, яғни А пунктінде екеуі бірге тұрды, бірақ велосипедші мен мотоциклші бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалады. Қозғалу уақыты 2 сағатқа тең, яғни уақытымыз 2 сағат. Осы 2 сағат өткеннен кейін мотоциклші мен велосипедшінің ара қашықтығы қандай болады? Соны есептеп көреді. Ол үшін А пунктінен тұрып, мотоциклші 2 сағат қозғалатын болса, бірінші сағатта ол 40 км жүреді, екінші сағатта 80 км жүреді. Ал велосипедші 1 сағатта 14 км барса, екінші сағатта ол 28 км барады. Енді мотоциклші мен велосипедшінің ара қашықтығын табуымыз қажет. Біз олардың, яғни қалай таптық? 40-ты 2-ге көбейтіп, ол 2 сағатта 80 км жерге дейін баратынын анықтадық. Ал велосипедшіміз 14-ті 2-ге көбейтсек, ол 2 сағатта 28 км ара қашықтыққа дейін барады. Ал енді осы екеуінің ара қашықтығы қандай? Ол үшін біз 80-ге қосамыз 28-ді. 80-ге 28-ді қоссақ, баған түрінде 80-ге қосамыз 28-ді. Бірліктері 0 мен 8, 0-ге 8-ді қоссақ 8, 8-ге 2-ні қоссақ 10. Ол 108 км-ге тең. Бұл бізде бірінші тәсіліміз. Яғни бұл жерде біз не істедік? Бірінші, мотоциклшінің жылдамдығына 2-ге тең уақытты көбейттік, және велосипедшінің жылдамдығына уақыт 2-ге теңге көбейттік, яғни уақытымыз 2 сағатқа тең. Нәтижесінде 2 сағатта мотоциклші 80 км-ге барады, велосипедшіміз 28 км қашықтыққа дейін барады. Ал екеуінің ара қашықтығын табу үшін 80-ге 28-ді көбейттік, яғни нәтижесі 108-ге тең. Ал екінші тәсіліміз қандай? Бұл жерде келесі тағы да бір тәсіліміз. Бізде барлығы 2 уақыт болатын, 2-ні көбейтеміз 40 км сағат, ол велосипедшінің жылдамдығына, қосамыз 14, ол бізде мотоциклшінің, біреу мотоциклдікі 40 км сағат, ал велосипедшінікі 14 км сағат. Ал осы жерде біз көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиетін қолдансақ, 2-ге көбейтеміз 40-ті, қосамыз 2-ге көбейтеміз 14-ті. Нәтижесі 80 қосу 28. 80-ге 28-ді көбейттік, ол 108. Сонда мұна бір есепті 2 тәсілмен, бірінші 3 амалмен орындауға болады, екінші бір ғана амалмен де орындауға болады. Сұрақтарыңыз болса, арнамызға жазылып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Бүгінше сау болыңыздар.